жабық телеграм тобындағы шәкіртім шынымен де бір аптада осындай ақша тапты. Мына жерге скриншот қалдырып кетем. Бағана чатқа жазып жіберіп, бәріміз шын жүректен оның жетістігіне қуанып отырмыз. Енді қазір сізге айтып берейін, қалай сізде солай ақша жасай алатыныңызды. Бұл нәтижеге жету үшін бірнеше қадамды жасау керек. Бірінші қадам Инстаграмнан және басқа да әлеуметтік желілерге реклама, яғни таргет жібересіз. Жасанды интеллект боттарын жасау қызметтерін ұсынасыз. Яғни сіз өзіңіз банағы бизнестарға жасанды интеллект боттарын жасап берем деп сондай ұсыныс жібересіз. Бір ботты жасауға сіз 100 мың теңге сұрайсыз. Таргеттен көп адам жазу мүмкін. Ойлайсыз, мысалы, маған бәлен адам таргеттен жазады. Мен өзім қалай онымен обработка жасаймын, менің командам болу керек қой деп уайымдауыңыз мүмкін. Оны уайымдамаңыз, себебі сіз дәл сондай бот жасап қоясыз. Бүкіл обращенияларға өзі жауап береді, өзі лидпен жұмыс жасайды. Және де сізге тек қана сатып алатын адамды беретін болады. Ботқа инструкция, яғни сату скриптін беріп қоясыз, ол өзі сата береді. Осылайша сіз нақты ақша төлеймін дейтін адаммен сөйлесесіз. Сізге скриншот тағы да мында көрсетемін. Мінекей менің шәкіртім осы ақшаны осы аптада жасады. Осы егер білмеген болсаңыз, мен жасанды интеллект боттарын нөлден бастап үйрететін өзімнің жеке курсым бар. Менде көп шәкірттер бар. Адамдар обучение өтіп ақша тауып жатыр. Сізде сол адамдардың қатарында болады деген үміттемін. Менің обучениемнің бағасы негізінде өте қолжетімді, себебі басқа конкуренттермен салыстырғанда бірнеше есе арзан. Егер осы обучение туралы толығырақ ақпарат алғыңыз келсе, маған Instagram